Алейкум ассалам рахматуллахи баракатуху. Бәсе сол сіздің сообщениеңіз келіп тұрған жоқ жаңа статусқа жазған. Барлық жақсы оқудамыз. Сол бүгін бір қарындасымыз бірінші курстан екінші курсқа өтіп қарындасымыз өмірден өтті. Сол шариғ ілім алып отырған. Рак болып ауырған ғой, бірақ білмеген, жүре берген. Аяқ асты сондай болып рак болып қайтыс болып кетті. 3 бара Құран жаттаған, сондай мешіттерде сабақ беріп, практикалайды етіп жүрген қарындасымыз ғой. Алла рахым болсын. Алла жолында жүрді. Ілім алды, сол жолда өмірден өтті де. Пайғамбар саллаллаху алейхи жеткен хадис бар да: "Мен хаража фи талабил илм, фахуа фи сабилилlah хатта ярджи." Кім ілім жолына жолға шығатын болса дейді, ілім жолына шариғат үйренемін деп, Құран жаттаймын деп, фахуа фи сабилилlah дейді. Ол Алла жолында дейді. Хатта ярджи, қашанға дейін дейді, үйіне оралғанға дейін Алла жолында болады дейді. Қарасаңшы, осындай жағдай болып Алла жолында өмірден өтті де. Шахид адамның 5 түрі болады, 5 этап, соның бірі Алла жолында болып өмірден өту, яғни ілім жолында жүріпті.